індет тарайды. Жаңа жылдың бірінші күннен бастап ауру тарайды. Бұл емін ешкім білмейтін ауру, бұл Алладан келген үлкен сынақ. Сынақ емес, бұл наказание дейді ғой, жазалау болады. Жатқан адам тұрып дәретханаға барамай қалатын болады. Көп жастар ауырады. Бұның ауруының себебін өзге ұлттан көреді дейді, Қытайдан көреді демек. Сонда Алладан келген емші келеді. Сол айтады, мен сендерді емдеймін дегенде ешкім сенбей қояды. Сол кезде емші жылап Алладан сұраған кезде Алла тағала 12 хайуанның әр мүшесінен алып бір хайуан жаратады. Соны берген кезде елді бүкіл ғаламат шулайды, видеоға түсіріп. Сонда ғана тәубасына келеді. Тәубасы келгені соншалық дейді. Итерген емес, жығылған кешірім сұрайды, итергеннен дейді. Итергеннен жығылған кешірім сұрайды. Жыртқыш пен жылқың қой мен қасқырын қатар жайылады. Жылаған балаң жыланмен ойнайтын заман келеді. Бұл қияметтің белгісі. Міне алдыңғы келе жатқан жылы осы қазақты күтетін осы дейді. Үлкен қан төгіс болады. 40 сағат қазақ артында тәубасына келеді дейді. Міне осыны айтып кеткенмен келеді. Науша жастан бей тартқан Алиас Қарағанның айтқанында келіп тұр. Абыз мұңшы Асанғайға айтады. Қонысың асың Қытайдан болар, жазуың Пұшайман болар. Жалғыз көсемге барарсың, хабар әруақ Алладан болар. Жақсы жол бастап, жаманы райдан қайтар, тектіден датқа болар. Осыдан қазақ аман есен бір өтсе, бармағын тістер, Аллаға мінер әстер, әлемде білер үлкен ел болады дейді. Әулие бабалардың айтып кеткендерін барлығымен мына өткендегі 3 күндегі аян тура келіп тұр. Енді бір Аллаға аян қалай болады? Күте көріңдер, 4 аптадан кейін басталады қазақтың дүние басына келеді. Амин.